Бодо Шеффердің американдық оратор Стивен Кови туралы бір әңгімесін айтып берейін. Ол бүкіл мемлекетті өз қойылымдарымен аралап жүрді, және оны көруге ылғи көп халық жиналатын. Бір күні Кови басқа қалаға пойызбен бара жатты. Бір аялдамада 3 баласы бар ер адам мінеді. Ер адам отырып алып, терезеден ауысып өтіп жатқан пейзажды, табиғатты тамашалады. Алайда балалар өздерін жақсы ұстамады. Олар вагонда жүгіріп, айқайлап, басқа жолаушылардың мазасын алды. Ақырында балалардың бірі оратордың жанынан жүгіріп келіп, аяғын ұрып жіберді. Оратор тыныш қана орнынан тұрып, әкесінің жанына келді де сыпайы түрде: "Мырза, сіздің балаларыңыз мына вагондағылардың мазасын алып жатыр. Сіз оларға өздерін дұрыс ұстау қажеттігін айта алмас па екенсіз?" деп сұрады. Осыдан кейін ол өзінің әдепті түрде ескерту айтқанына көңілі толып, байсалды түрде орнына отырды. Алайда кенеттен жағдай басқа бағытқа өзгерді. Әкесі біраз уақыт ештеңе болмағандай терезеге қараумен отыра берді. Бірнеше минуттардан соң ол Ковиге қарады да былай деді: "Менің балаларым, сіздің тыныштығыңызды алғаны үшін кешіріңіз. Біз ауруханадан келе жатырмыз. Олардың анасы о дүниелік болып кетті. Мен не істейтінімді білмеймін. Мүмкін олар осы арқылы өз қайғыларын жеңер." Американдық оратор осы кезде қандай күйде болды? Қалай ойлайсыз? Ол бұл жағдайдың өміріндегі ең күшті сабақ болғандығы және оны ешқашан ұмытпайтыны туралы жазады.